Сәлеметсіздер ме? Мен Ермағанбетова Перизат Садыржанқызы, Қызылорда қаласы номері 39 Қызылөзек орта мектебінің математика пәнінің мұғалімімін және 10 А сынып жетекшісімін. Назарларыңызға 10 сыныпқа арналған тәрбие жоспары бойынша ұлттық теңге тәуелсіздіктің нышаны тақырыбында өткізілетін тәрбие сағатын ұсынамын. Тәрбие сағатының мақсаты ұлттық валюта теңгенің шығу тарихы, маңызы және ел экономикасындағы рөлі туралы толық ақпарат беру. Ұлттық құндылықтарға, мемлекеттік нышандарға құрметпен қарауға, елін сүйетін азамат болуға тәрбиелеу. Тәрбие сағатын бастамас бұрын тілек айдары арқылы оқушылар бір-біріне жақсы көңіл күй сыйлап, Қазақстанға деген жүрек жарды тілектерін айтып өтті. Презентация арқылы ұлттық теңгеміздің тарихына қысқаша мәлімет бердім. Сабақ барысында оқушылар сұрақтарға жауап беріп, менің елім, менің мақтанышым тақырыбымен өз ойларын ортаға салды. Ұлттық валюта елдің экономикалық тәуелсіздігінің басты белгісі. Өйткені теңге өз бетімен ақша саясат жүргізуге, бағаны реттеуге және ұлттық экономиканы қорғауға мүмкіндік береді. Яғни теңге мемлекеттің толыққанды және дербес екенін дәлелдейтін басты рәміздердің бірі. Рахмет, Бедет, өте жақсы жауап бердің сұраққа. Жақсы жауап бергенің үшін мен сені $100 бағалаймын. Келесі сұрақ. Егер сен жаңа теңге дизайнын жасау мүмкіндігіне ие болсаң, оған қандай бейнелер мен белгілерді енгізер едің? Неліктен? Кім жауап береді? Сұрақтарға жауап беріп, сабаққа белсенді қатысқан оқушыларды мадақтап, $100 бағалап отырдым. Жұптық тапсырмада тарихшылар теңгенің пайда болуын зерттесе, дизайнерлер өздерінің жаңа теңге үлгілерін ұсынды. Журналистер сұхбат жүргізіп, аналитиктер теңгені өзге валюталармен салыстырып қорытынды жасады. Біздің жылымыз екенсің берілген тапсырма бүгінгі теңге, ертеңгі экономика атты шағын сұхбат құру. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі теңгенің жағдайы неге маңызды? Сәлеметсіз бе? Егер теңге тұрақты болса, экономикада тұрақтанып, бағалар ауытқымайды. Ал теңгенің әлсіреуі халыққа қалай әсер етеді? Тауарлар қымбаттап, халық жинағының құны төмендейді. Теңгені нығайту үшін не істеу керек? Теңгені нығайту үшін өндірісті дамытып, жаңа салаларға инвестиция құру. Яғни бүгінгі теңге, ертеңгі экономика? Ұлттық валютаның күші ертеңгі ел болашағы. Жылымыз екеумізге берілген тапсырма ақша, байлық және еңбек туралы үш мақал мәтелдер айту және олардың ұқсастығы мен айырмашылығын айту. Еңбек етсең ерінбе, тоңайда қанын кіленбе. Байлық бір жұттық, білім өмірлік, еңбек түбі береке. Money does not grow on trees. Hard work pays off. A penny saved is a penny earned. Ұқсастығы екі тілде еңбек пен үнемшілдіктің ақшаның оң келмейтіндігін түсіндіреді. Айырмашылығы қазақ мақалдан көбінесе этикалық рухани жағын айтса, ал ағылшын тілі практикалық өмірге бағытталған. Сондай-ақ оқушылар Learning Apps қосымшасы арқылы мақал мәтелдер мен сәйкестіктерді тауып, танымдық белсенділіктерін көрсетті. Сонымен бірге қауіпсіздік сабағын өткізіп, адамның ішкі сенімі мен эмоцияны басқару дағдыларын талқыладық. Экранда эмоцияның әсері жайында видеоролик көрсетілді. Жағымсыз сөздерге дұрыс жауап беру, қысымға берілмеу, өз көңіл күйіңді игеру бұл тұлғалық жетілу жолындағы маңызды қадам. Бүгінгі сабағымыз әділдік және жауапкершілік құндылықтарына негізделді. Әділдік еңбектің адал бағалануы және әр теңгенің таза жолмен табылуы. Жауапкершілік ақшаны ұқыппен пайдалану, қаржылық сауаттылықты дамыту және өз өміріне саналы түрде шешім қабылдау. Сабақ соңында оқушылар сабақтан алған әсерлерін білдіріп, сезінген жаңалықтармен бөлісті. Сабағымызды қорытындылай келе, теңге елдің тәуелсіздігі мен еңбектің символы. Оны құрметтеу өз мемлекетімізге деген адалдығымыздың көрінісі. Ал балалар, бүгінгі ұлттық теңгемізге байланысты тәрбие сағатымыз осымен аяқталды.
сау саламатта болыңдар.